Табиғаттың ғажайып өрнегін бала кезінен жүрегімен сезініп, жан сезімін ақ қағазға айшықтаған Әбілхан Қастеев, дара дарынымен Бекзат өнердің биік шыңын бағындырды. Халқының салт санасын, тарихын дәріптеді. Туған жерінің тау-тасын, орман көлін, ұлан ғайыр даласын табиғи күйінде көркем кестеледі. Әбілхан Қастеев 1904 жылы 1 қаңтарда қазіргі Алматы облысы Панфилов ауданы Шежін ауылында диқандықты кәсіп еткен қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Табиғаттың сан түрлі бояуын жадына тоқып өскен Әбілханның суретшілік дарынының ұштала түсуіне анасы көп әсер еткен. Қалипа шешей 10 саусағынан өнер тамған шебер болған. Туымысынан зерек, өнерлі Әбілхан анасына көмектесе жүріп, сырмаққа, текеметке арналған оюдың түр-түрін оя білген. 15 жылға жуық мал соңында жүрген жалшы жігіттің жас күнінде білім қуатындай жағдайы болмайды. Әркімнен әр нәрсені үйреніп жүріп, шала шарпы сауат ашады. Тек 22-23 жасында ғана қойшының таяғын бір жола тастап, аудан орталығы Жаркентке келеді. Бір татарға жалданып жұмыс істейді. Маңдай терімен тапқан азнаулақ тиын тебеніне қағаз бен бояу сатып алады. Жаркентке келуінің тағы бір пайдасы Саламатов деген фотографпен танысады. Салған суреттеріне қарап Әбілханның талантын таныған Саламатов, оның жұмыстарын қазақ елінің сол кездегі астанасы Қызылордадағы тиісті мекемелерге жолдайды. Тура сол кезде Әбілхан Түрксібтің Сарыөзек маңындағы Айнабұлақ елді мекеніндегі жол құрылысына жұмысқа кіреді. Темір жол жұмысына жүргенде де Әбілхан өзінің сүйікті кәсібі суретшілікті ұмытпайды. Шойын жолдың бойындағы үлкен жартасқа Лениннің суретін арба доңғалағының майымен салып, маңайындағы жұртты таң тамаша етеді. Содан әрі қарай Әбілхан Қастеевтің өзгеше мазмұндағы жаңа өмірі басталады. Республикалық халық ағарту комиссариятының бағыттауымен Әбілхан Қастеев 1929 жылы Николай Хлудовтың көркем сурет студиясына келеді. Тума талантқа тәнті болған 78 жастағы қарт суретші осыншама жасқа келгенде қазақтан шыққан мұндай талантты суретшіні көргенім үшін бақыттымын деп ағынан жарылады. Өмір бойы өз бетінше ізденіп, үйренуден жалықпаған дара дарын 1934 жылы Темірбек Жүргеновтың қолдауымен Мәскеуге оқуға аттанады. Алайда орыс тілін білмегендіктен өнер училищесіне түсе алмайды. Көркем өнер студиясының кешкі бөліміне 2 жылдай қатысып, сурет өнерінің қыр-сырына қаныға түседі. Ашаршылық нәубетінен туындаған тағдыр тауқыметі Қастеевті де айналып өтпейді. Арғы беттен тауар әкеліп, оны елде астыққа айырбастау үшін жолдастарымен бірге шекара асқан суретші жолы болмай Қытай түрмесіне қамалады. Ұзақ уақыт бойы азап шеккен тар қапастан әупірімдеп әрең құтылып, еліне оралғанда түрі адам танымастай өзгерген Әбілханды жұбайы Сақыш тіпті танымай қалады. Тағдырдың талай ауыртпалығын қайыспай көтере білген Әбілхан Қастеев қашанда үздіксіз ізденіспен өнімді еңбек етті. Ердің ері Амангелдінің, ел ардағы Біржан Салдың мүлде сақталмаған, қағаз бетіне түспеген бейнесін тірілтті. Амангелді Иманов бейнесі бізге ең алғаш Қастеев туындысы арқылы жетті. Қазақстан суретшілері журналының 1943 жылғы 2 санында Қастеев қылғаламнан шыққан Амангелді портретіне қатысты Әліби Жангелдиннің мына пікірі жарияланды. Картинаға қарап, досымды көргендей болдым. Басқа еңбектермен салыстырғанда Әбілхан Қастеев салған нұсқа Амангелдінің өзіне өте жақын. Ерлікке бергісіз еңбегінің бірі. Әбілхан Қастеев атын ауызға алуға ешкімнің батылы жетпей жүрген уақытта қазақтың соңғы ханы Кенесары бейнесін қағазға түсірді. Портрет, пейзаж, композициялық суреттер сала жүріп, ол Абай тақырыбынан да қол үзген жоқ. Қазақтың бас ақынына 50-ге тарта көлемді картина арнады. Ұлтының ұлыларын дәріптеген суретші қылғаламынан Шоқан Уәлиханов, Жамбыл Жабаев, Әліби Жангелдин, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов сынды бірегей тұлғалар бейнесі де
өте сәтті шықты. Осы орайда ұлы суретшінің мына бір сөзі ойға оралады. Менің өмір, тіршілікті бейнелейтін суреттерім ақынның құлаққа да, жүрекке де жағымды әнімен бірдей емес пе? Тек ақын көргенін өлең сөзбен қиыстырады. Ал мен болсам, қағаз бетіне сурет қып түсіремін. Қастеев картиналары қазақтың бүкіл тұрмыс тіршілігін, тарихын, этнографиялық болмысын шынайы бейнелеумен де құнды. Сол арқылы туған халқының өткен-кеткен тарихының жыршысы, жаңа дәуірдегі бай шежіресінің жаршысы болды. Шалғайдағы ауылда туып өсіп, даңқы төрткүл дүниеге жайылған қарапайым Қастеев талай жыл Қазақстан суретшілер одағына төрағалық етті. Қазақтың бейнелеу өнерін дамытуға орасан зор еңбек сіңіріп, Қазақстанның халық суретшісі атанды. Біртуар таланттың қайталанбас қолтаңбасын, озық өнерін күллі әлем мойындады. Мәселен, америкалық белгілі суретші, жазушы, әрі қоғам қайраткері Рокуэлл Кент қазақ еліне келгенде Қастеев суреттерінен ұйымдастырылған көрмені тамашалап, таңдай қаққаны аян. Осынау ұлан байтақ жерді аралап шығуға уақытым жетпейді деп өкініп едім. Бақытыма қарай Әбілхан Қастеев шығармаларын көріп, Қазақстанды түгел аралағандай болдым. Қаншама атақ-даңқы болса да, суретші өмірде өте мейірімді де қайырымды, ерекше бауырмал, көпшіл адам болған. Жұбайы Сақыш та қарапайым, қонақжай, байсалды мінезінен танбаған. Ынтымағы жарасқан отбасында 6 ұл, 3 қыз, барлығы 9 бала тәрбиеленген. Суретшінің көзін көргендер оның шындықты тік айтатын мінезі болғанын да жасырмайды. Төл тарихын терең білген және ерекше қастерлеген Қастеев қазақтың бітім болмысы мен мәдениетінің кенет бетіне бұрмаланып түсуіне жол бермеген. Архивте сақталған жазба соның бір дәлелі. Кейбір көре алмаушылар кәсіби білім алмаған Қастеевті менсінбей, оқымаған, көзіне көрінгенді көшіріп сала салатын натуралист деп төмендетуге тырысқанымен, шын талант бәрібір топ жарып, әлем жұртшылығын тәнті етті. Қазақстанның жанды шежіресін жасаған ұлы суреткерді туған халқы әр қашан мақтан тұтады. Әбілхан Қастеевтің 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өткені соның бір айғағы. Дүбірлі шараға дайындық барысында Қастеевтің бұрын соңды беймәлім болып келген бір қатар шығармалары өзге елдердің мұражайларынан табылды. Қастеевтің картиналары Арменияда да сақталған. Таңғажайып табиғат көрінісі бейнеленген 2 картинаны автор өткен ғасырдың 40-шы жылдары салған. Ереванға 60 жыл бұрын апарылған туындылар бүгінде Армения ұлттық галереясында тұр. Қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушы тұлғаның өміршең мұрасын жинақтау тұрғысындағы мәселе күні бүгінде өте өзекті. Себебі қылғалам шеберінің кезінде тыйым салынған еңбектерінің дерегі біртіндеп табылып жатыр. Жалпы, Қастеевтің бізге белгілі 2000-нан астам картинасы бар. Олардың көбі Алматыдағы суретшінің атымен аталатын мемлекеттік өнер мұражайында сақтаулы. Сонымен бірге қылғалам шеберінің жеке заттары, картиналарының көшірмелері сақталған мұражай үйі бар. Қастеев өмірінің соңғы 15 жылын осында өткізген. Шығармашылықтан бөлек Әбілхан Қастеев ұстаздық етті. Қоғамдық қызметке де араласты. 2 мәрте Қазақ ССР жоғары кеңесінің депутаты болып сайланды. Сол уақытта ауылдарда мектеп, аурухана, балабақша салдырып, көмекке зәру жандардан жақсылығын аямаған. Заманауи үлгідегі бейнелеу өнерінің негізін қалап қана қоймай, оны кәсіби деңгейге көтере білген дара дарын өнері жалғаспай қалған жоқ. Қылғалам шеберінің таланты оның балаларына ғана емес, немере шөберелеріне де дарыды. Олардың арасынан көркем сурет шебері, мүсінші, дизайнерлер шықты. Тума талантымен баршаны мойындатқан Әбілхан Қастеев Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, халық суретшісі атақтарына ие болды. Соңғы демі біткенше қылғаламын қолынан тастамаған дара дарын аулада сурет салып отырған жерінде жүрек талмасы ұстап қайтыс болды. Ол кезде ұлы суретші небәрі 69 жаста ғана болатын. Қастеевтің соңғы еңбегі
атақты тарыша Шығанақ Берсиев портреті аяқталмай қалды. Бірегей тұлғаның тарихи этнографиялық, әлеуметтік мәні зор шығармалары халқымыздың өткен кеткен тарихын шынайы суреттеп, түрлі кезеңдерден сыр шертуімен де ерекше құнды. Әбілхан Қастеевтің еліне, жеріне деген сүйіспеншілікке толы өміршең туындылары ұлттық бейнелеу өнерінің алтын қорында мәңгі сақталады.